Құрметті менің жазылушыларым, тіркелушілерім, бүгін мен үйдегі өсіп тұрған мына доллар гүліне тыңайтқыш бермекпін. Сол гүлдердің топырағын тыңайту тәсілін сіздермен бөліспекшімін. Мұндағы менің құятын жаңағы нем тыңайтқышым бұл магний, калий, кальций, фосфор және сонымен бірге В, С витаминдері араластырылған өсімдіктердің өсуі үшін ең қажетті бірінші орындағы тыңайтқыштар. Сондықтан мұқият қарап тыңдап алыңыздар. Бұл видеода жаңағы осы берген тыңайтқыш ақша гүліне, яғни денежный дерево дейді ғой. Бұны ғылыми әдебиеттерде красула деп атайды. Ал енді жай мынау ауызша сөзбен көбінесе жаңағы орыс халқы толстенка деп атайды. Сондықтан шатыстырып алып жүрмеңіздер. Бұл осындай бірнеше атаулармен аталады. Мынау жаңағы менің атаған тыңайтқышым көрсетіп қояйын мінекей. Бұл тыңайтқыш жаңағы осы доллар гүлін гүлдеуге де өте үлкен себебін тигізеді. Көбінесе адамдар осы гүлді толстенка деп айта берейін енді. Толстенканы жаңағы суарған кезде көбіне тыңайтқыштар берілмейді, тек қана суарылады. Сондықтан бұл гүлдемейді. Мен де осыны әдейі осы гүлдер үшін жаңағы жапондық осындай тыңайтқышты сатып алдым. Бұл жаңағы тіпті осы мынау толстенканың гүлдеуіне септігі болады екен, әсер береді екен. Сондықтан әдейілеп заказ беріп, мінекей мынадай Фуджима деген нені заказбен алдырттым. Бұл Жапонияда жасалады екен. Жапонияда жасалады. Бұны қазір осы бүкіл дүние жүзі бұл неге тапсырыс беріп осылай заказбен алдыртады екен. Гүлдеріне құяды екен. Бұнда гүлдерге бірнеше түрі бар. Соның ішінде бұл анандай гүлдеуге әсер беретін осындай бір түрі. Міне сондықтан қазір соны нақты іске көшейік. Енді бұл тыңайтқышты беру үшін гүлге бізге 2 литр су керек. Бұны мен өзімнің гүлдерімнің көлеміне қарай осы 2 литрлікті таңдадым. Енді осы 2 литрлік неге мынау жаңағы азот, калий, фосфор, магний, содан кейін В, С витаминдері және оған қосымша тағы да өсімдіктерге, әсіресе мынау үй бөлмедегі өсетін үй гүлдеуіне әсер беретін осындай тыңайтқыштар. Мінекей қазір осының біраз бөлігін біз мынау неге құямыз. 2 литр суға құямыз. Мінекей тыңайтқышты бердік. Кішкене ғана қалды түбінде. Міне қалғанның барлығын құйып шықтым. Енді осы тыңайтқышты қазір немен кішкене араластырып жіберейік суға. Мінекей сумен таяқпен араластырып жатырмын. Аздап болса кішкене қозғалысқа енді суға араласты деп ойлаймын. Бұл суды енді судың түсі аз ғана қызғылт болып өзгерді. Бұл тұнып тұрған таза жаңағы су, қатты мұздай да емес, жылы да емес, бөлме температурасындағы су. Енді бұл бірінші рет осы ақша гүліне, толстенкаға бірінші рет берілейін деп тұр. Бұл тыңайтқыш, сондықтан мен жаңа өздеріңіз байқадыңыздар, 2 литрге осынша жартының осынша бөлігін құйдым. Бұл бутылкада әрқайсында қазір қанша граммнан екен көрейік. 35 миллиграммнан ғана бұл жерде не бар. Сонда мен где-то бір жартысы 15 болса 10 миллиграммдай маған құйдым, тыңайтқыш құйдым. Тағы да тыңайтқыштардың атын бір рет қайталап өтейін. Бұл жерде жаңағы суға езілген азот, фосфор, калий, магний және В, С витаминдері және басқа да жаңағы микроэлементтер дедім, биоактивті ферменттер қосылған. Бұлардың барлығы жаңағы осы гүлдің гүлдеуіне алып келеді. Ал енді суару үшін біз мына суды ыңғайлы ыдысқа құйып алайық. Мінекей. Қазір ол үшін бізге мынау жасыл шұңғыл тәрелкені
алдық таңдап. Енді міне суды құйып жатырмыз. Мен бір қолмен видео түсіріп тұрғасын, маған кішкене ыңғайсыздау болып тұр дегенмен де біз шаруамызды жасап жатырмыз қолдан келгенше. Мінекей, енді мына кішкене күрішкемен біз осы жаңағы тыңайтқыштар қосылған суды былай құямыз. Мінекей, мынағанда құйдық. Әрбір жаңағы гүлге өзінің қажетінше ыдысының көлеміне қарай жаңағы су құйылды.